Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Үкінің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Нұх заманында тупан су тартылған соң таулардың төбесі көрінеді. Асқар таулар Нұх маған тоқтайды, адамзат ұрпағы менен қайта таралады деп таласады. Қазығұрт тауы ғана сынықтық танытып, бұл дәрежеге лайық емеспін. Нұхтың кемесі биік тауға тоқтар дейді. Құдайға Қазығұрттың кішіпейіл мінезі ұнап, Нұх, кемені Қазығұртқа қондыр, тіршілік сол жерден басталсын деп әмір етеді. Нұх Қазығұрт тауы қайда деп сұрайды. Тәңірісі сонда үкі деген құсты жаратып, мына құсты қасыңа ал, оның көзі өткір, түнде көреді, Қазығұртқа баратын жолды сол біледі дейді. Үкі Қазығұртқа жеткенше кеменің алдында жол көрсетіп ұшып отырады. Нұх Жида тауын, сосын Арарат тауын айналып өтеді. Кеменің желкені көрінгенде таулар балбырап балқып кетіпті. Сондықтан да олардың жақпарында кемеге ұқсас жартастар түзіліпті. Нұх Қазығұртқа аман-есен тоқтайды. Кеме тоқтаған бетте пайғамбар кіші ұлы Жаппасқа осы жерге қазығыр деп бұйырады. Сосын үкіге риза болып, орман тоғайдың иесі бол, шаңырағымның киесі бол деп бата береді. Содан үкіге айрықша кие дариды. Адамдар оны тіл көз тимесін деп баланың бесігіне, қыздың бөркіне тағатын болыпты. Асқар таулар қанша жалынса да үкі тоқтамай айналып өтеді. Сонда таулар үкіні қарғап, көзің көрі болып көрмей қалсын депті. Содан бастап үкінің көзі күндіз көрмейтін соқыр болыпты. Әрі қарай үкі туралы қызықты мәліметтер. Үкі көптеген аңыздар мен ертегілердің кейіпкері. Бұл жыртқыш құстар әсіресе түнгілік уақытта тіршілік етеді. Әрбір тышқан 1 килограмм астық дәндерін жеп қоя алады. Осылайша шаруашылыққа үлкен зиян тиеді. Ал үкілер бірнеше айдың ішінде мыңдаған дала тышқандарының көзін жояды. Кеміргіштер мен жәндіктердің санын шектеумен қатар, үкілер әлсіз және ауру құстарды жойып, олардың генофондын нығайтуға әсер етеді. Сонымен қатар үкі қоқысы керемет органикалық тыңайтқыш. Олар зиянды жануарлардың санын азайту арқылы адамзатқа үлкен пайда әкеліп, табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Жақын тұрған заттан гөрі алыс қашықтықтағы затты анық байқайды. Сондай-ақ жарықтан гөрі қараңғыда көздері жақсы көреді. Үкі басын 270 градусқа бұра алады. Олардың көздері қозғалмайды. Сондықтан табиғат бұл құстарға осындай мойын сыйлаған. Оның көздері 3 кірпіктен тұрады. Біріншісі жыпылықтауға, екіншісі көздерді қорғауға, ал үшіншісі ұйықтауға арналған. Ол хайуанаттар бағында 20-25 жыл, ал табиғи жағдайда 10 жыл ғана өмір сүреді. Мұның себебі аштық. Үкі жәндіктермен және құстармен ғана қоректенбейді. Бұл жыртқыштар қабан, түлкі және бұғыны жеп қоюы мүмкін. Тіпті бөлтіріктерге шабуыл жасаған жағдайлар белгілі. Бірақ олардың сүйікті тамағы кірпі. Қанаттарының ерекшелігіне байланысты түнгілік уақытта дыбыссыз ұша алады. Бұл қабілет аң аулау кезінде үлкен көмегін тигізеді. Кейбір түрлері тырнақтың көмегімен балықтарды аулай алады. Ұшу кезіндегі жылдамдығы 80 км/сағатқа дейін жетеді. Үкіні көзмен емес, құлағымен көреді деген сөздерді жиі естуге болады. Оның құлағының сезімталдығы адамнан 50 есе жоғары. Ең кішкентай үкінің салмағы 30 грамм. Үкілер қытайлықтар үшін өлімді, зұлымдықты, қатыгездікті және қылмысты білдіретін құс. Африка елдерінде оны қара күштермен байланысы бар деп сенеді. Ал ежелгі гректер керісінше бұл құсты өте қатты құрметтеген. Үкінің ұясына шыбын-шіркей түгіл шаң қонбайды екен. Бесікте немесе үйде үкінің қауырсыны қадалып тұрса, ол үйге жылан, қара құрт сынды улы жәндік пен құрт-құмырсқалар жоламайды деседі. Үкінің қауырсынын алу үшін оны өлтірмейді. Үкіні аулаған соң балақ жүні мен бауыр төсінің жүнін алып, өзін жемге тойғызып қоя береді. Мұны үкі жөндеу деп атайды.
Ертеде үкі қауырсынынан жастық тіккен, онда ұйықтаған адам түсінде жұмақты көреді деп сенген екен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.